Қайыптың ағайын, құрметті қазақ елі. Бүгін Астана уақытымен Қазақстан Республикасына сағат 8-ден 44 минут кетті. Біз Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы Ақжар өңірінің азаматтары, азаматшалары міне түннің бір уағына жиналып тұрмыз. 3 күн болды қоғамда, интернетте, әлеуметтік желіде мәселе қозғалып жатыр. Жаңағы газ, мұнай, бензин бағасы жағы. Тағы да қосымша тұрмыстық жағдайлы адамдарға керекті дүниелер. Жаңағы ұнның мәселесі, нанның мәселесі деген сияқты. Сол мәселеге байланысты жиналып біз Жаңаөзендегі өзіміздің азаматтарға, қазақтың жігіттеріне, ұлдарына, қыздарына өзіміздің міне позициямызды білдіріп, жаңағы бізде еліміз, жұртпыз, қазақтың азаматымызына Шалғайдағы шығыстың бір Қытаймен шекаралас өңіріміз, соларға қолдау білдірейік деп, өзімізге мұң-мұқтажымызды айтайық деп, сонда жиналған жағдайымыз бар. Бірінші мәселе мына Жаңаөзеннің азаматтары, ұлдары, қыздары, біз сіздермен біргеміз әрқашанда. Не болса да бәріміз бір қазақтың баласымыз, бірге көтереміз. Бәрін бірге көреміз. Мына жемқорлық мәселесі. Тендер дейді. Біреулер мысалы барат аяқ астынан тендерді алады, ұтып. Жейді. Сондай мәселелер мысалы. Ауылға мысалы алып келеді. Бәленбай дүние дейді. Қымбат мысалы. Оның бағасы қазір 7700 теңге болды. Соның бәрі қордаланған дүниелер мысалы мынада. Үлкен мысалы апайларым, ағаларым, бауырларым жиналып отыр артында. Іргеден шығып жатқан зайсанның мына көмірінің өзі 20-ның үстінде, 20-ның үстінде. Енді сондай мысалы қазақтың жері ұланғайып, жерді мысалы бабаларымызға Дәулетбай, Қабанбай, бабаларымыз мысалы бізге майзаның күшімен алып берді ғой. Енді соны қазір аяқ астынан біреулер шығып алып, ұры, жемқор, тексіздер ішіп жеп, мердігер болып айтып бүйтіп бәрін жеп жатыр. Халық шаршады. Біз енді кімге айтамыз? Үкіметке сенбейміз. Әбден шаршадық. Содан қара халық болып міне жиналып отырмыз. Қолдаймыз ағайын. Қолдаймыз. Құрметті қазақ елі, Жаңаөзен біліп отырсыздар міне, бүкіл әлеуметтік желі шулап, газдың бағасы қандай қымбаттап, халық көтеріліп наразылық туғызып жатыр. Дұрыс. Халық баяғыдан наразы бұл өкіметке, бұл билікке. Бұл билік жемқор. Айландырған атты бөліндей биліктегілер біздің жеріміздің байлығын, еліміздің байлығын, жер асты байлығын бәрін, қазба байлықтың бәрін тасып жатыр. Қайда тасып жатыр, Құдай береді, ал халыққа ешқандай пайдасы жоқ. Сондықтан да мына Жаңаөзен халқына айтқым келеді. Біз Шығыс Қазақстан, Тарбағатай, Ақжар аймағының жігіттері, Ақжар аймағының халқы, сіздерді қолдаймыз. Біз сіздермен біргеміз. Бірге! Тарбағатай ауданы Ақжар өңірінің жігіттері Жаңаөзен халқымен біргеміз.